Иә. Енді менде мынандай сұрақ. Мен негізінде қазір 20 жылдық еңбек өтілім бар, тәжірибем бар, мектепте жұмыс жасаған. Ең бірінші мектепте сол өзін-өзі танудан бердім, одан кейін тарихтан бердім, одан кейін дефектолог логопедпін қазіргі таңда. Жаңағы СДВГ балаларда бәрімен де жұмыс жасап жатырмыз. Кейде мынандай ой келеді. Егер де мен өзімді ыстыққа лақтырып жібергенмін отқа деп кейде, өйткені шаршаймын. Дефектолог логопедтік жұмыстан шаршаймын. Өйткені бұрынғыдай тек қана дыбыспен ғана балалар емес, қазір неврологиялық бұзылыстары бар балалар келеді алдыма. Енді мен қазір психологияға аяқ басқым келеді. Ол қаншалықты, енді мен 50-демін, қаншалықты мынандай қорқынышым бар. Бір нәрсені білдіріп аламын ба деп кеңес беру барысында біреудің отбасын дұрыс айта алмай бір нәрсені, сондай қорқыныш бар. Және болашақта осы психолог мамандықтың сіздің болжамыңыз қалай? Әлде де сұраныс көбейе ма? Өйткені инфобизнесте жүрген коуч, психологтар өте көбейіп кетті. Солардың маркетингімен көп халық соларға еріп кеткен секілді, менің зерттеуім бойынша. Ол халықтың деңгейі әртүрлі, ол сізге байланысты. Мысалы, Аргентина деген ел бар, оған ешқайсымыз барған жоқ шығармыз, бірақ Аргентинаның үлгісі бізге жақсы болатын еді. Аргентинада еден жуушының өзінің жеке психоаналитигі бар. Психолог емес, психоаналитик. Сондықтан қай елде ең көп психоаналитик бар десеңіз, ол Аргентина. Кезінде Бион деген психоаналитик ол жерге барды да, сол бәрлік бүкіл адамдарды психоанализге ғашық қылып қойды ғой. Сондықтан қазір енді кім болса да, кішкентай бала болсын, жұмыссыз адам болсын, министр болсын, әрқайсының өзінің психоаналитигі бар. Неге бізге сондай болмасқа? Оны бізбен сіз көрсете аламыз. Біздің жұмысымыздың сапасы жоғары болған сайын адамдар бізге келе береді. Ал енді сіздің қорқынышыңыз, ол сіз бірінші емес, соңғы емес, осы жерде отырған 60 шақты адамның 70-тен асыппыз, 70 адамның біразінде бар қорқыныш. Сондықтан мен сізге мынандай дәлел келтірейін деп едім. Нұргүл ханым, сіздің бала шағаңыз бар ма? Бар, ең үлкені 24-те. Мәне, сол кезде сіз неше жаста едіңіз? Ол кезде мен айтайын 24 жастамын. Мәне, айтыңызшы, сіз 24-ке келгенше ана болу деген мектепті бітірдіңіз ба? Жоқ, бітірмедім. Бітірген жоқсыз. Алдыңызда батыл, екіқабат бола салдыңыз. Батыл болдыңызда баланы туа салдыңыз. О баланы қазір 24-ке жеткіздіңіз. Сонда көрдіңіз бе? Ол ішкі рух керек. Мен ана болғым келеді, мен осы балапанды жақсы көрем дедіңіз да, соны әйтеуір адам қылдыңыз ғой. Міне біздің әрбір клиентіміз ол біздің баламыз. Олар әртүрлі болады. Жасы паспорт бойынша 40-45-те болсын, 30-35-те болсын, бірақ бізбен жұмыс істегенде ол кейбіреуі сәби болып кетеді. Кейбіреуі жасөспірім болады. Кейбіреуі жас келіншек болып кетеді, өзі бүгін ене болып тұрса да. Менің бір клиентім маған жұмысқа келгенде 30-дан асқан еді. Сәлеметсіз ба? Маған сіздің көмегіңіз керек еді. Осылай сөйлейді да, жасыңыз нешеде, өзіңізді нешеге сезінесіз деп айттым. Сонда 5 жасар әлі мектепке бармағам-ау деп сондай бастаған. Ол кісімен біз 3-4 жыл жұмыс істедік. Одан да көп жұмыс істедік-ау деймін. Одан кейін әйтеуір күннің бір күні ол өзін 12 жасар деп сезінді. Одан кейін өзін 13-14 жасармын деп сезінді. Міне сіз әрбір клиенті сол ең болмаса 13-14 жасқа жеткізсеңіз, болды, ар жағына өлмейді. Ол паспортпен бәрі 35-36-ға кеп қалады ғой, менімен біраз жұмыс істегенше. 31-де келсе, 35-інде, 36-ында. Сонда 5 жасар болса, оны 15 жасарға жеткізсек, болды, ар жағына өлмейді. Өзі психологиялық саулығы бар, енді өмірін өз қолына алып кетеді. Сондықтан бұға берсеңіз, сұға береді. Қорқа берсеңіз, отырасыз, клиентсіз, ақшасыз. Кішкентай ақша болса да төлейді ғой бірақ клиенттер. Бір сұрағым, мен инклюзия балалармен енді 6 жыл жұмыс жасап жатырмын. Бұл психология, психоаналитикке келгім келген себебі бірақ күнде ой келді. Өйткені баламен емес, бірінші анасымен, әкесімен жұмыс істеу керек екенін түсіндім де, бүкіл соның артында әкесі мен анасының психологиялық, эмоционалдық сауаттылығы дейін ба, мәдениеті,
өмірге деген көзқарасы сол ата анада ма деп сондай бір түсінік келді де маған. Иә. Онда сіз біздің курсқа жазылдыңыз ба, Нұргүл ханым? Жазылдым. Сентябрьға шейін ақшасын алла жазса уже. Түсіндім, Жарайды. аха. Жақсы, рахмет сұрақтарыңызға. Келесі сұрақ. Иә, білмеймін, мынау Хонор ханым ба, Хонып ханым ба, қай тілде жазғаныңыз. Камера қоспасаңыз, онда сөз бермеймін. Камера қосу керек. саламатсыз ба Анна ханым, мен ыдыс жуып жатыр едім, сосын ыңғайсыз болғаннан кейін Онда жуып болыңыз, дайын болыңыз. Мен қазір қазақша сізді ұрсып тастаймын басқаларды. Сегіз арасында тігістеп. Анау болу керек, мынау болу керек. кешірім сұраймын, саламатсыз ба? Айта Менің қойыңыз. сұрағым, так, мен өзім педагог психолог саласында қызметкер атқарамын. Бірақ қалай айтсам болады, менде андай бізде 92-ші бұйрық бойынша келісімшарт алу керек, иә, ата-аналардан. Менде білмеймін, өткен жылда оқу жылының аяғында менде ата-аналармен көптеген конфликт болды. Қанша жұма қарадым, қанша үндеген жоқпын, жақсы бәрін қарадым. Но причине бұл жерде бірақ менің қызыма буллинг көрсетуде да. Буллинг көрсету кезінде мен жұма қарап келдім, бір кенеттен выгорание менде жарылдым. Енді сол жарылған сәтте маған келеді де келісімшарт алыңыз дейді да ата-аналардан. Мен директорға айтамын, келісімшартқа ата-аналар келісім бермейді. Мен 100% сенімдімін. Жоқ, алыңыз сіздің жұмысыңыз деді. Жақсы дедім. Енді менде ата-аналардан вообще келісімшарт кезінде отказной көп. Вообще ата-аналар бір-бірімен естіп жатырмын, ата-аналар естиміз ғой енді. Чаттар ұйымдастырылған, менің лауазымдығымнан кетіру керектігін ұйымдастырған, семинар жазған, неше түрлі хитрыйлар болған. Но бірақ мен әлі де қызметкердемін. Менде проблема болып тұр. Сіз сонда сабақ бересіз ба, психолог ретінде жұмыс істейсіз ба? Психолог ретінде жұмыс жасаймын. Мектеп психологымын. Ата-аналар дегеніңіз ол сіздің қызыңыз оқитын сыныптағы ата-аналар ма, жалпы мектептегі ата-аналар? Жалпы сол қалай айтсам, резонанс туғызуда менің қызымның сыныбындағы ата-аналардан бастау алып тұр. Көрдіңіз ба, бізде психоанализ әлеміне келетін болсаңыз, 6 айлық курсты оқығанның өзінде біздің айтатынымыз номер бір деп, әркім әр психолог, жақсы психолог болу үшін өзінің жанын тазалау керек. Бірінші жеке терапиядан бастау керек. Қазіргі мына Хонор апайдың айтқанынша не болып тұр? Бұл кісінің өзінің қызымен қарым-қатынас дұрыс емес ау. Ол қыздың өзінің сыныптастарымен қарым-қатынас дұрыс емес. Психологтың ата-ана ретінде басқа ата-аналармен қарым-қатынасы дұрыс емес. Психологтың психолог ретінде, маман ретінде ата-аналармен дұрыс емес. Психологтың психолог ретінде оқушылармен де қарым-қатынасы дұрыс емес. Көрдіңіз бе, оны атай берсек өте көп болады. Неге онда? Онда бізде контрперенос деген бар. Сезімдер әртүрлі бар. Мүмкін бұл ханым баяғы өзінің әке-шешесіне деген ашуларды қазір алып келіп жатыр. Қазір мысалы өзінің қызын қорғай алмай жүр. Қызы өзін қорғай алмай жүр. Буллингке түскенде ол әке-шешесіне қатысты. Отбасыда не болып жатыр? Маған жеке келетін болса, бұл ханым осындай әңгімелерді түртіп, негізгі себептерін, ол бір себеп емес, бірнеше себеп бар шығар. Оның бәрі, мысалы, соның ішінде күйеуіне деген. Қазір мына жерде бізде енді запись, сондықтан сұрақты тікелей қоя алмайын, бірақ мен ойлаймын, күйеумен де осындай мамандардың қарым-қатынасы жақсы емес. Түнде 5 оргазм алған әйел таңертең күлімсіреп үйінен шығады да, жұмыстағы күлімсіреп жүріп, барлық жұмысты тындыра алады. Мынандай ашу ырылдап тұрған әйел, онда әйел ретінде, жұбай ретінде де құшағына тоймай жүра өзінің күйеуінің. Сондықтан осы жерде менің курсанттарым отыр. Сіз қай қаладан екеніңізді чатқа жазыңыз. Менің ассистенттерім Зарина ханым, Назым ханым сіздің қалаңыздағы менің курсанттарымның, менің шәкірттерімнің телефонын сізге береді. Сіз соларға барып, ең болмаса бір 10-15 жеке сессия алсаңыз да болады. Менің кейбір шәкірттерім, оларға тәжірибе керек, сондықтан 2000 теңге, 3000 теңге, 5000 теңгеге жұмыс істейді. Бірақ әжіптеуір өмірлік тәжірибесі бар. Әжіптеуірге отырмын, супервизиялық неңіз бар ғой, Зарина ханым бастаған, сонда отырмын мен. Менде жоқ, мен қалай
қызымыздың арамыздағы аналық және балалық махаббатымыз бізде Ол жақсы. сіз солай ойлайсыз. Бәрі дұрыс болса, қызыңызды буллингке басып бермейтін едіңіз. Қызыңыз буллингке ұшырады ма, онда әкесі мен шешесімен қарым-қатынасты тазалау керек. Әрине, сізге мына жерде көпшіліктің арасын айту ол қиын, оны айтпай-ақ та қойыңыз. Біз бүгін супервизияда келістік. Сондықтан енді мектептің психологы ата-аналармен дау-дамайдың ішінде Біздер соны көрсеттім, көрдіңіз ба? Мен соны қызымды қорғау мақсатында заңды органдардың бәрін қозғап, мен уже қызымды қорғап алдым. Соны қорғап алған үшін ана кісі енді штраф төледі, жазаланды ғой. Сол жазалану мақсатында менен келіп кек алу мақсатында істеп тұр да мына ата-ана. Мен ата-ана тіке қойдым. Сізде қандай претензия бар менде деймін да. Мен ата-ана тіке сұрақ қойдым, сен қандай претензияң бар маған? Претензияңды айтшы десем, ол үндемей қалды да, сосын манағы неге шағымдандым ғой мен де заңды органге. Ата-ана осылай дейді. Заңды органде болған кезде ата-ана бүйтіп айтады ғой. Мені кезінде жұмыстан шыққан менен көрсетіп тұр ғой. Вот көрдіңіз бе? Вообще мен оның жұмысына вообще қатысым жоқ. Білмеймін, енді қазақша өзіңіз аударып алыңыз, мектептің басшысына соны жеткізіңіз. Конфликт интересов деген нәрсе бар. Мысалы, ол сіздің құда жекжатыңыз болса, жаңағыдай сотта өзіңіз біріңізге біріңіз қарсы шыққан адам болса, ондай адамдарға сіз психолог ретінде қызмет көрсете алмайсыз. Онда мектепте басқа психолог болу керек. Ол ата-ананың өзінің сұрақтары болса, басқа психологқа жіберу керек. Білесіздер ғой, мысалы, бізде мемлекеттік қызметкерлерде сол конфликт интересов деп. Оларда өзінің бизнесі болмау керек, өзінің бөлімшесінде өзінің туған туысқандары жұмыс істемеу керек. Шекара, сізде сол шекаралар бұзылып тұр. Мынау шекара, мынау шекара, мынау шекара, көп шекара. Сондықтан сізге көмек керек. Онда Зарина ханымды тікелей таниды екенсіз. Зарина ханым ар жағында сізді жол сілтеп жіберетін шығар көрсетіп. Жақсы, Зарина, сіздің сұрағыңыз? Анна ханым, мен бір ойыммен, сезіммен бөлісе кетсем деп едім. Осы курсқа байланысты, супервизияға байланысты. Бұл жерден де құпиялық қағидасы сақталады деп ойлаймын. Мен осы психоанализ негіздері курсы міне 8-ші жыл қатарынан өтіп жатыр, өткелі жатыр. Және мен оның сапасына күмәнім жоқ, өйткені жыл сайын жүздеген адамдар оқиды деген сияқты. Осы уақытқа дейін 500-ге жуық курсант бітіріпті. Сосын осы мен жақында Анна ханымға жаздым. Анна ханым, енді курсқа адамдар жазылмай қойса да болатын сияқты, 500 адам жететін сияқты, бәрі тойған қозыдай, кіммен сөйлесем де жеке терапиясы бар, топтық терапиясы бар. Сондықтан қазір уже курс алудың заманы өткен сияқты, бір психологиялық сауаты артып қалған сияқты халықтың деп жаздым. Сөйтіп, осы жақында Мадина ханымның оқиғасын білесіздер, 19 жасқа енді толған қыз. Соның оқиғасын оқыған кезде менің кәдімгідей тамағыма бір нәрсе тұрып қалған сияқты болды. Сосын чат GPT-ға жаздым. Қазақстанда тұрмыстық зорлық зомбылықтан көз жұмған ханымдардың тізімін жазып берші деп жазсалдым да. Сол кезде маған 2022 жылдан бастап бір 30 шақты әйелді шығарды. Біреуін күйеуі мас күйде өлтірген, біреуін сау күйде өлтірген, біреуін өртеп жіберген, біреуін денесін бөлшектеп тастаған. Енді өте сұмдық оқиғалар. Сол кезде менде бір үн шықты үнімнен. Жоқ, ол дұрыс емес екен. Мен бір иллюзияға беріліп кеткен сияқтымын. Жәнегі кеудемен нампысып, бәрі керемет, бәрі жақсы, тойдым болдым деген емес. Кәдімгідей қазақтың әр қызы оқу керек деп ойладым. Одан кейін бұл курсты не то что қыздар, жігіттер оқу керек сияқты. Өйткені бәрі интернетте жазып жатыр да, қыздар білімді болсын, ақылды болсын, оқысын. Ал сонда жігіттер қайда қалды? Олардың жауапкершілігі қайда қалды? Мысалы, осы қорлықты көрсетіп жатқан жігіттер осы курсты оқыса, немесе жеке терапиясы болса, хотя бы топтығы болса, бұндай әрекетке бармайтын еді, мен гарантия берем. Сондықтан өздеріңіз оқымасаңыздар да, туысқандарыңызға, достарыңызға айтыңыздар. Сосын Анна ханым, сіздің бір сөзіңіз қатты тиіп кетті. Мен психологпын, әрі журналистпін, сонда әріптестерім айтып жатыр, Анна ханым қатты айтты деп. Анна ханым айтады, не? Біз жаз бойы тегін супервизия өткізіп жатырмыз. Тегін топтық терапия өткізіп жатырмыз. Бірақ көрмейтін адам көрмейді екен, сіздердің хабарландыруыңызды көрген жоқпыз дейді. Хотя күнде жариялап жатырмыз. Сосын Анна ханым айтады, супервизияға
10 адам келеді дейді. 3 адам келетін кез бар. Супервизия психологтарға арналған шара. Психолог келеді. Мен мына клиентіме көмектесе алмай жатырмын. Ары қарай не істейін дейді. Анна ханым бүкіл 30 жылдық тәжірибесімен бөлісіп кеңес береді. Сол шараға 10 шақты адам ғана жиналады. Ойлаңыздаршы. Сонда Анна ханым айтады да, адамдарға қызмет көрсетуші психологтың өзіне психолог керек болмаса, супервизия керек болмаса, біз басқа халықтан не күтеміз? Қандай психологиялық сауаттылық күтеміз? Осы мені кәдімгідей адам ретінде, әйел ретінде қатты толғандырды Анна ханым. Мен міне честно, Анна ханым көмекшісі, куратор ретінде айтып отырған жоқпын. Менің өмірімде де көп өзгерістер болған. Бұл курсқа деген қандай болдым, жақындарым жақсы біледі, жанашырларым жақсы біледі. Сондықтан мен сіздерге шын жүректен айтам. Шын жүректен оқып алсаңыздар, маған алғыс айтасыздар. Одан кейін бұл курстың несін байқадым мен. Мен мысалы дипломым жоқ, иә? Сонда бірақ клиенттерім біледі. Сосын осыны биыл біз талқыладық. Енді біз әділ түрде, ашық түрде талқылаймыз ғой бәрін. Менде диплом жоқ, мысалы, сол жағы қалай болар екен? Қазір заң шығып жатыр десем, клиенттерімнің көп айтты. Сіз Анна ханым шәкіртісіз, сіз 6 айлық оқуды оқыдыңыз, тіпті оны өздері де оқығандар бар. Біз 4 жылда алмаған білімді сол жақта алып шыққанбыз. Сізде супервизия бар ғой, жекеңіз бар ғой, сондықтан ол жағын переживать етпеңіз дейді. Сонда менде ой келді. Мына жақта диплом тұр мемлекеттік, мына жақта Анна ханымның курсы тұрса, курстың жәнегі таразысы басым болып кетеді екен. Анна ханым, бір жағынан сол үшін сізге рахмет айтамын. Енді мен қазір көп сөйлегім келіп отыр, бірақ осы жерден тоқтайын, бірақ Тоқтай пожалуйста, қоямыз, ойлап басқаларға көріңіздер. сөз берейік. Мен бір жайтты айтып кетейінші. Назым мен Зарина ханым менің көмекшіме айтады, бірақ мен оларға ешқандай ақша төлемеймін. Олар волонтер, жаны ашығаннан. Бірақ енді бір пайдасы өзін көрсетеді, одан кейін сіздер клиент ретінде жазыласыздар, сөйтіп ақша табады. Бірақ тікелей менен жалақы алмайды бұл екі келіншек, екі ханым. Жарайды. Келесі сұраққа кеттік па? Бізде бүгін Назым өзінің жағдайын протокол деп жазып келген. Ауызша онда Назым, уақыт аз қалды. Маржан сұрағым бар дейді. Онда Маржан айта қойыңыз сұрағыңызды. Микрофонды қосыңыз, Маржан. Қостым. Саламатсыздар ма? Мен мектеп психолог болып жұмыс жасаймын. Дарынды балалар арналған мектепте. Менде кейс бар, 15 жасар бала. 16-да почти 10-шы сынып оқушысы. Ата-анасы ажырасқан. Анасы мүлдем қарым-қатынас жасамайды. Әжесінің қолында тәрбиеленген. Сосын әкесі ішкілікке жақын. Біздің мектеп интернатта жатып оқиды. Сосын туысқан әпкесі бар ғой. Аға әкесінің қарындасы. Сол кісіге не берген? Доверенность берген. Сол кісінің қарамағында. Енді сол балада бізде мынандай. Біздің мектепке келгенде біз басында қолдау көрсеттік. Бала өзіне кішкене сенімсіздеу. Сосын менде СДВГ бар дейді да, өзі оқып өзіне диагноз қойып алған ғой. Бірақ гиперактивный бала емес. Не? Үнемі миым бос тұрмайды дейді. Бір ойлар мазалап тұрады. Демалғым келеді, миымда әртүрлі ой, не ойлар, мысалы, жаман ойлар болмаса жоқ, кез келген ой. Ойлаудан өзім тоқтатамаймын дейді. Сол мені шаршатады дейді. Сіз онымен жеке психолог ретінде жұмыс істейсіз ба? Иә, өйткені ол бізде қазір. Мен сізге онда сол бір диагнозды айтайын, сіз оқып көріңіз. Сонда балаңызды түсінетін шығарсыз. Обсессивный невроз. Біз әдетте екі сөзді қосып айтамыз. Обсессиялық, компульсиялық невроз деп. Сіздің балапаныңыз айтып тұрғаны ол тек обсессия. Обсессия деген мидағы ойлар, тоқтамайтын ойлар. Компульсия деген ол қолдың, аяқтың, көздің іс-әрекеттері. Ал бұныкі тек ойлар болып тұр. Сондықтан Зарина ханым ба, Назым ханым ба, сізге первичный интервью всем и каждому деген бар ғой, сол сілтемені жіберіңізші. Сіз соны Маржан ханым әуелі өзіңіз тыңдап, өзіңіз жауап беріңіз менің сұрақтарымды. 37 сұрақ бар. Соған өзіңіз түсінесіз. Одан кейін сол сұрақты өзіңіз тікелей ол баланың енді күші жетсе беріңіз, бірақ чат GPT-ден СДВГ деп іздеп жүрген бала, ақылды бала, саналы бала. Сол сілтемені жіберсеңіз, ол өзі де жауап беретін шығар. Сілтемені жібермесеңіз, соның 2 сұрақ, 3 сұрағы әр кездескенде сол 37 сұрақты бөліп сол баламен сөйлесіңіз.
негізгісі сізге не керек? Ол сол іштегі басындағы ойларды сізге дауыстап айтып беру керек. Сонда Мгм. ғана сіз түсінесіз. Бізде психоанализ дейміз ғой, психологиялық анализ. Мысалы, сіз қаныңызды апарсаңыз, қаныңызды талдап береді, мынандай ауру бар, мынандай витамин жетіспейді деп. Сідігіңізді апарсаңыз, оны да талдап береді. Ал біз нені Мгм. талдаймыз? Біз адамның ойын, адамның сезімін талдаймыз. Сонда жақсы болсын, жаман болсын, қорқынышты болсын, жағымсыз болсын, жағымды болсын, жаңа айтты ғой әртүрлі деп. Айта берсін, сонда ғана сіз түсінесіз. Мүмкін біздің келесі супервизиямызға сол баламен жұмыс өткізген протоколды, сессияның, әңгімеңіздің протоколын алып келесіз. Сонда белгілі Мгм. болады. Иә, не деп ойлап жатыр, қандай ойлар болып жатыр. Одан кейін сізге де басқаларға да жасөспірімдер қазір енді 13-14-тен ары қарай олардың көбіні қинайтыны жыныстық қарым қатынас. Қышитын жерлері олардың қышып жатыр. Гормон деген ырылдап жатыр. Сөйтіп байқасаңыз, ол кинода да, кейде тікелей өмірде де, мысалы 35-тегі 40-қа жақындаған әйел мен 18, 19, 20-дағы студент екеуі жабысып қалады бір-біріне. Не дегенде сол 18-19-дағы гормональный взрыв, гормон пик жетіп жатыр. Ал енді 15-16 ол соған жақындап жатыр. Сондықтан оны Мгм. бірақ қышитын жер ол қандыру керек. Рұқсат жоқ. Ол жерде қыздар бар ма, қыздар жоқ па, келіншектер бар ма, келіншектер жоқ па. Оның өзінің ішкі бір ұжданы бар. Мынау болады, мынау болмайды деген. Енді Мгм. сіз оны өзіңізге қарата алсаңыз, сізге сенсе, сіз рұқсат берсеңіз, ол сізге мүмкін неше түрлі сол жыныстық фантазиясын айтып беретін беді. Не дегенде мектепте толып топырлап жүрген өңкей қатын қыздар емес па? Сіздердің емшектеріңіз бар, сіздердің майкөтендеріңіз бар, сіздердің мынандай алақандай көздеріңіз бар, біреу аппақ, біреу қара, сондай әртүрлі ғой. Мүмкін сондай ойлар, жыныстық фантазиялар оған маза бермей жатыр сөйтіп. Соны да байқаңыз. Ал көбінесе енді ар жағына кететін болсақ, өзіңіз айттыңыз ғой, интернат деп. Интернатта ұлдар ұлдармен жатады, қыздар қыздармен жатады. Ал түнгі сағат 2-де, сағат 4-те олар не істеп жатыр, сіз оған білмейсіз, кепілдемей бере алмайсыз. Ол кезде Бізде түнгі тәрбиешілер бар. Өте қатты қараймыз біз, өйткені 250 ғана бала. Түнгі тәрбиеші, екіден түнгі тәрбиеші бар. Өзінің жеке тәрбиешілер бар күндіз. Сынып жетекші де бар. айтыңызшы, Маржан, сіз күйеуге шыққансыз ба? Иә. Күйеуге шықтыңыз. Бірінші айлар, бірінші жылдар енеңіз мына қабырғаның ар жағында екінші бөлмеде. Сіз қалай жыныстық қатынасты? Ах, ох деп бақыратын ба едіңіз? Тып тыныш қана ешкімге білдірмей қандыратын жерді қандыратын ба едіңіз? Сондықтан ол тыныш жатыр мына 5 жыл бір бөлме дегенге сенбеңіз. Олар өте А, тыныш жасайтын бәрін жасайды. Одан кейін ол тек жатақ бөлмеде емес, оны жасайтын жер бәр жерде өте көп. Сондай секреттерді, құпияны сізге ол бала айта ма, айтпай ма? Құпия айтса, міндетті түрде қуаныңыз, өзіңізді мақтаңыз, бірақ оны ешкімге енді айта алмайсыз. Тек осы иә. біздің супервизияға келіп, сіздің қалаңызды, сіздің мектебіңізді, балаңызды біз білмейміз, бізге айтсаңыз болады құпиялық сақтап. Сонда Мгм. ғана сіз оған көмектесе аласыз. И тогда ваша задача дать ему какую-то свободу, определенную свободу. Какать нельзя, но пукать можно. В крайнем случае, да, насиловать девочек, насиловать мальчиков нельзя. Но потихоньку заниматься мастурбацией, когда никто не видит, не слышит, можно. Сонда ана гормоны шығу керек. Кейде гормонға біз рұқсат бермесек, онда подростковая шизофрения деген, олар миы ашып кетеді, жынданып М, кетеді. Шынымен сөздің түп төркініне келсек, жынданып кетеді шынымен де. С ума сойдет. Сіздер м, көбіңіз мына жерде әйел отырсыздар ғой, білесіздер ғой. Қаны, сіздерде гормон ырылдап тұрса, күйеуіңіз бір айға бір жерге командировка кетіп қалса, жағдайыңыз қалай? Белім ауырып кетті, басым ауырып кетті. Маған бір әйел бүгін жазды енді, қызым 17-де мигрень деген ауру бар деп. Мигрень ол да истерический невроз, ол да сол гормондарға қатысты. Махаббат жетіспейді, ғашықтық жетіспейді. Гормондары бар, а бірақ оны қай жаққа қалай игеру керек, оны білмейді әлі. Білсе де рұқсат жоқ. Сондықтан соның бәрін сіз шешесіз. Түсінікті ма, Маржан ханым? түсінікті. Тағы бір сұрақ туып отыр да менде осы неге байланысты. Былтыр бір оқушым болды, мен биыл бітіріп кетті ол қыз. Ол қызда ата анасы бас тартқан, бір жалғызбасты әйел асырап алған қыз. Мгм. Менің бақылауымдағы оқушы болды. Соның маған айтқаны,
өзі туралы айтып тұр ғой, енді мен оны сезіп тұрмын оны. Қыздар өз өздерін тыныштандыру үшін не дейді, сабақтан қиналған кезде расслабиться ету үшін мастурбация жасайды екен дейді. Сондайды білесіз ба апай деп менен сұрап тұр да. Сізден сол рұқсат сұрап тұр ғой. Рұқсат беріңіз. Сіз де жасөспірім болдыңыз ғой. Айтыңызшы, мастурбация жасағаннан кім өліп қалды? Кім қисайып қалды? Ешкім қисаймайды. А бірақ бір адам, бір қыз сәл тынышталып қалады. Тәртібі де тыныш болып қалады, оқуы да көтеріліп қалады. Үлгерімі. Сондықтан неге маған 6 жасар қыздарды әжелер ертіп келеді. Ойбай, Ханна ханым көмектесіңізші, мынау сұмдық, 6 жаста қолы ана жақтан шықпайды, үйтеді де бүйтеді деп. Сонда мен өзің есіне түсіремін, сіз өзіңіз қалай? Жарайды, ол балабақшаны есіңізде жоқ, жасөспірім болдыңыз. Ол антистресс, ол антидепрессант, Мгм. ол тегін антидепрессант болып тұр ғой. Сондықтан Сосын оған мен олай айттым ғой, дұрыс айттым ба, дұрыс айтпадым, қазір ойлап тұрмын да. Ол бір соншалықты жаман нәрсе деп қорқудың қажеті жоқ, бірақ қатты үйреніп қалудың қажет емес дедім. иә, Білмеймін, енді қазір ойланып отырмын, дұрыс айттым ба, айтпадым ба. анда-санда ешкімге көрсетпей, ұялмай, тыныш қана. Сіздің сөзіңіз рас, ол енді сұрау керек еді. Мен сұрайтын едім ол қыздан. Енді ол өзін айтпай тұр, басқа қыз деп тұр ғой, жарайды. Сол қыздар аптасына неше рет, неше сағат бойынша сонымен шұғылданады. Ол бары жоғы 3-4 минут, 10-15 минут болса норма. Ал енді 3 сағат бойы қолын ала алмай, қаситын жерін қаси берсе, ол патология. Одан кейін күніне мысалы 5 рет содан айырылмай қалады. Жұмысқа да бара алмай қалады, сабаққа да бара алмай қалады. Қолы штаннан шықпай қалады. Ол патология. Ал бірақ анда-санда шыдай алмай кеткенде өзін өзі тыныштаса, ешкімге зиян емес қой ол. Менде ондай оқушы бірінші рет болды да айтып тұрған. Мен содан кейін не дедім білген жоқпын. Онда Маржан, сіз нақты өмірде жақсы психологсыз ба, жоқ па? Нақты өмірде мастурбация деген көріңізші қазір. Ал кімнің қазір немересі бар енді біраздарыңыздың? Бір жанымдегі немерелеріңіз әшуінде ұстап тұрма қолын, міне соның өзі мастурбация болады. Ол ұл болсын, қыз болсын. Сонда Маржан, сіз байқамағансыз ба? Өзіңіздің өміріңізді ұмытып қалдыңыз ба? Өзіңіздің балапандарыңызды ұмытып қалдыңыз ба? Байқамайсыз ба? Мен жастағыларда болады ғой, мысалы біз оны невроз деп, тик сондай деп оқыдық та алды. Мен солай деп қабылдадым төмен сыныптарда, мысалы садиктің балаларында ол бағанағыдай өз-өзін тыныштандыру үшін баланы жасайды, бірақ уже сексуалды не жоқ деп ойладым да мен, құмарлық. Ал енді бұл жыныстық жетіліп жатқан бар деп ойлап тұрмын. Міне көрдіңіз бе, сонда мен қазақтардың арасында қазір шынымен де Зигмунд Фройдтың бір рөлін атқарып жатқан сияқтымын ғой. 150 жыл бұрын, 130 жыл бұрын Зигмунд Фройдты бәріге қара бояумен бояп тастаған, ұятсыз, не деп атсын, 1,5 жастағы, 5-6 жастағы балдарда не деген жыныстық қызығушылық, ол сені жын ұрған шалсың, шал болған жоқ қой басында, жын ұрған еркексің, құрт бұны құрт деп, оның кітабын сатып алмай, оның үйіне бармай қалған біраз адамдар бар ғой. Бірақ бүгін енді 150 жыл өткеннен кейін өздеріңіз бәріңіз, әлі сонда да қазақтың университеттері соны сіздерге айтпай жүр ғой. Онда 3 очерка о детской сексуальности деп оқып алыңыз. Бірақ психоанализ негіздері деп менің 10 000 теңгеге менің оқулығымды алсаңыз, соның ішінде Зигмунд Фройдтың негізгі идеяларын бәрін қазақшаға да аударып бергенбіз. Зарина, мүмкін Назым ссылкасын жіберіңіз, Каспиде бар ғой 2 оқулықты. Білем. Міне сол жерден көріңіз, сонда көп нәрсе білесіз, жұмысқа керек нәрсені. Ал енді арабеска деген кітапты сатып алсаңыз, ол жерде менің көбінесе клиенттермен қалай жұмыс істедім. Соның ішінде жасөспірімдер де бар. Ұлдар, қыздар, әкесі мен шешесі қарым-қатынасы қандай екен, ұл мен баланың қарым-қатынасы қандай екен. Сол менің клиенттерімнің тарихын оқып тұрып, өзіңіздің клиенттеріңізге пайдалансаңыздар болады. Рахмет сұрағыңызға, Маржан. Онда ендіге, Назым мен Зарина ханым сізді есіне сақтап қалады, телефоныңызды беріңіз. Сіз мысалы, жаңағыдай біздің супервизияның формасы бар. Соны толтырып, әңгіме жасауға дайын болып тұрсыз. Жақсы. Сөйтіп бәріңізді бірте кезекке қойып, осы жерде тыңдап алайық. Жақсы. Тағы да бар ма сұрақтарыңыз? Бастай берейін бе? Онда соңғысы, Назым ханым, онда сізде ауызша айтып бере салыңыз. Сізде қандай оқушы?
оқып берсем деп едім, арасында қалдырып кетуі мүмкін. Мен мектеп психологы емеспін, бірақ осы жазда психоанализ мектебіне бару үшін тегін практика ретінде бірнеше баланы қабылдаған едім. Сол туралы, соның бір балам туралы айтып өтейін. Әрмен қарай анасы ұсыныс білдіріп жатыр, жұмыс жасайсыз ба деген сияқты. Соны тығырыққа тіреліп тұрмын, сіздің көмегіңіз қажет болып тұр. Клиент туралы мәлімет: жынысы қыз бала, жасы 7-8 жас аралығында, есімі Шұғыла. Отбасында әкесі, анасы, 2 ағасы бар, 1 әпкесі бар. Тоқтаңыз енді. Атын өзгерткен шығарсыз. Иә, Иә, құпиялы. иә, Иә. иә. Басқалар Барлығы білмейді. Біз атын Иә. үнемі өзгертеміз. Мгм. Барлығы бірге тұрады. Үлкен ағасы студент, екінші ағасы мен әпкесі мектепке оқиды. Әкесі бұрын жұмыс істеген, қазір зейнетте және жұмыссыз. Анасы мектепте жұмыс жасайды. Анасының шағымы: Шұғыла 5 жасқа дейін сөйлемеген. 4 жасынан бастап балабақшаға барған. 4 жасынан бастап. Ата-анасы балабақшаға барса сөйлеп кетеді деп үміттенген, алайда қыз шамамен 5,5 жасқа дейін мүлдем сөйлемеген. Мүлдем. Дене бітімі ірі, тамақты өте жақсы көреді, тойғанын сезбейтінін айтты, көп жей береді. Балабақшада да денесі ірі болғандықтан қатарластарын жылатып, беттерін тырнап, қатты ойыншықтармен бастарын жарақаттаған, қанатқан кездері көп болған. Шұғыла өзінің тойғанын, шаршағанын немесе ұйқысы келгенін дұрыс сезбейді дейді анасының айтуы бойынша. Сондықтан үнемі оны бір адам бақылап отырады. Немесе анасы, немесе жаңағы үлкен ұлы мен қызына тапсырып қойған, өзі жұмыста кезде жаңағы ұлы мен қызы қарап отырады. 6 жасына дейін осындай ерекшеліктер болғанына қарамастан, ата-анасы балабақшаны аяқтағаннан кейін қатарластарынан қалмасын деп сөйлей алмаса да мектепке берген. Сабақты, жазуды, сөйлеуді мүлдем түсінбейді. 7 жастан асқаннан кейін ғана біртіндеп аз сөз қоры, аз сөйлей бастаған. Мен лагерьге тегін тәжірибе өтуге келгендіктен анасы естіп Шұғыланы маған алып келді. Қызы 8 жаста қазір. Мамасының айтуы бойынша әрекеттері, қылықтары 1-2 жастағы бала сияқты. Шағымы: баланың сөйлеуін кешуілдеуі, дамуын кешуілдеуі. Анасының айтуы бойынша Шұғылаға жүкті кезінде күйеуі оны жиі ұрған. Жүктіліктің 8-ші айына дейін күйеуі ұрған, қолына пышақ алып, артынан жүгіріп пышақты жаңағы анасының мойнына тақап, осып жіберейін бе деп қорқытқан кездер де болған. Босанғаннан кейін де күйеуі оны ұруын тоқтатпаған. Күйеуі жұмыссыз қалғаннан кейін ғана ұруды біртіндеп тоқтата бастаған. Анасы айтуы бойынша: ажырасайын десем, 4 балам қайда барам? 4 балам бар, қайда барамын? Анам мені 16 жаста Мен 16 жаста кезде анам қайтыс болды. Әкем басқа әйелге үйленіп кеткен. Ол үйге мен сыймаймын. Сондықтан бәріне көніп жүрмін. Қазір сол әрекеттерімнің зардабы қызым арқылы Құдай көрсетіп отырғандай. Не істесем болады? Менің болжамым, баланың дамуында ерекшеліктерге жүктілік кезінен бастап анасының ұзақ уақыт бойы психологиялық қысым мен зорлық-зомбылықтың жағдайынан әсер еткен болуы мүмкін. Шұғыланы терапияға анасы алып келеді. Онымен аптасына 1 реттен 10 рет кездестім. Шұғыланы сессияда анасы жетектеп алып келеді. Өзін өзі алып жүре алмайды. Қыз анасынан мүлдем ажырамайды. Анасынан кабинет сыртында отыруына келіспейді. Анасы үнемі көз алдында болуы керек. Дене бітімі ірі, даусы жуан, бірақ бір қызығы, жылаған кезде даусы 1-2 жастағы кішкентай сәби сияқты жылайды. Баламен жұмыс істеу қиын, дұрыс сөйлей алмайды, баяу ойланады, сұрақтарды түсінбейді. Тек есікті жап, есікті аш, отыр, тұр секілді қарапайым нұсқауларды ғана орындай алады. Алғашқы сессияларда анасы оны алдына отырғызатын, кейін Шұғыла анасының жанына отыратын болды. Біраз уақыттан кейін бөлмедегі заттарға назар аудара бастады. Бірақ клиент өздігінен ойланып, сұрақтарға жауап бере алмайтын болғандықтан, әрімен қарай қалай жұмыс жасаймын, сол себепте де тығырыққа тіреліп, супервизияға осы мәселені алып келіп отырмын. Рахмет. Шұғылаға қатысты сезімдеріңіз қандай? Шұғылаға қатысты сезімдерім аяушылық, бір жағынан ашу бар. Анасына деген қарым-қатынастан байланысты ашу бар, аяушылық бар. В основном аяушылық. Ал мамасына қандай сезімдер? Мамасына ашуым бар. Не үшін? Ашу сезім бар. Сосын шарасыздық. Айтыңызшы, бұл қазір мектепте оқыды ма? 1-ші сынып, 2-ші сынып? 2-ші сыныпқа өтті. Bir жыл бітірді. Иә, 1 жыл бітірді.
екінші Иә, сыныпқа. сонда білмеймін, қазақша табель дейміз бе? Қандай баға қойыпты ол қызға бірінші сыныпты бітірді дегенде? Мамасының айту бойынша, енді мамасы мектепте жұмыс жасайды ғой. Енді қоя бер, ілесіп кетеді деп жаңа мұғалімдерге айтып, өтірік бағаларды қойып берген. 3-4-терін қойып берген. М, Былайша сабақта мүлдем тапсырманы орындамайды. Әйтеуір Иә. қатарлармен Енді ілесіп ол барып, ілесіп түсініп қайтады. тұр ғой, иә. Психиатрға барды ма екен? Оған бармадым деді, тек невропатологқа ғана көрсетіпті. Невропатологқа анализдер тапсырған, денесіне, дене бітіміне қатысты анализдер тапсырған, оның барлығы жақсы, витаминдерін берем, тамақтарын берем, жақсы деп шығарып салған. Невропатолог сонда оның басын, миын, нервісін тексермеген ба? Ол жағын айтпады. Бұл қызға қазір психоаналитик мүлдем керегі жоқ. Бұл қызға бірінші психиатр керек, бұл қызға невропатолог керек, бұл қызға әйтеуір бір күйзеліс орталықтар ма, қандай там, оңалту орталығы ма, сондай нәрсе керек болып тұр ғой. Сонда мектептегі мұғалімдер, мектептің директоры, директордың орынбасары оларға бәрі ма? Пішту ма? Бір жыл бойы олар шырыламады ма? Сіздер мұғалімдер отырсыздар. Қане маған чатқа жазыңыздаршы, осындай бала келсе. Оның сынып жетекшісі қайда? Білмеймін ғой, музыка мұғалімі бар шығар, физкультура мұғалімі, солар ештеме байқамаған ба? Әйтеуір өтірік көзін жұмып мына қызға 3-4 қойып берген болып тұр ғой. Ол өтірік қой, сонда ол қызға деген жанашырлық жоқ. Жеке шұғылаға деген мына жерде махаббат, аяушылық жоқ болып тұр. Мектептегі мұғалімдер өзінің көтенін әйтеуір сақтап, бәледен аулақ деп тұр. Шынымен бұл баланың өмірі қандай болады? Сондықтан мамасына осындай сәлемдеме. Екіншіден, ал енді психоаналитик ретінде, 2 әжесі, 2 атасы бар. Олардың жағдайы қандай болыпты екен? Психикалық саулығы қандай? Нағашы апасы, жаңағы мамасының мамасы 16 жасында қайтыс болып кетті деді. Әкесімен жаңа тұрмыс құрған, оны в общем бұрында да қарым қатынасым жақсы емес еді дейді. Мамасы қайтыс болғаннан кейін де әкесі 1 жылға жетпей үйленіп кеткен. Сол мүлдем жаман болды деді. Өйткені нағашы апаларының нағашыларына беріп жіберген жаңа мамасын, шұғыла мамасын. Әкесімен содан бері Ал мамасы неден қайтыс болды? Мамасы әкесі ішіп ұратын еді деді. Әкем ішіп ұратын еді деді. Шұғыла мамасы. Сонда ол Сол убийство болды. бастан соққы алған. Сосын соққы алғаннан кейін 1 жылдай ауырып больницада жатып жүрген. Сосын барып біраз көп ұзамай Қандай қайтыс болды. больницада жатты? Психиатриялық па? Кәдімгі ауылдық больницада, қалалық больницада жатқан, одан кейін барып ауылдық больницада жатқан, сосын қайтыс болған. Ал әке жағынан қандай? Әке жағынан атасы да әжесі де бар. Атасы ерте жетім қалған. Апасы бар, нормально. Апасы туралы көп мәлімет сұрамадым. Ал жерде жағышы, интеллект жағы қандай? Бәлігі оқыған, тоқыған? Жоқ, атасы, апасы оқымаған, интеллект жағын. 2 атасы да, 2 апасы да. Иә. Ал қыздың әкесі? Қыздың әкесі оқымаған, охранник. Оның жағдайы қандай енді? Ісі қалай, әрекеті қалай, тәртібі қалай? Оның есі дамыған ба? Жаңағы шұғыланың мамасының айтуы бойынша күйеуі ұрады, ішкілікке салынады. Бірақ оған 20 жылдан бері шыдап жүрген шұғыланың мамасы. Оның да жауапкершілігі бар ғой. Оған сондай күйеу керек болып тұр ғой. Бейсаналы түрде іздегенге сұраған. Ал енді мамасы ол қалай? Жоғары білімді ма? Мектепте ол әртүрлі жұмыс қой. Мектепте пол жуушы болып жұмыс жасайды. Ол жерде де жоқ. Сондықтан интеллект төмен отбасы болып тұр ғой мынау. Ал енді үлкен ағасы, әпкесі жаңа студент дедің, олардың жағдайы қалай? Ағасы алматыда студент болып оқиды, ағасы. Қалай, есі дұрыс па? Ағасы туралы есі дұрыс, IT мамандығында оқиды деп айтты. Мамасының айтуы бойынша IT мамандығына өз күшімен грантқа түсті. Стипендиясынан әкесіне ақша жіберіп тұрады екен. Әкесіне, мамасына. Қосымша официант болып жұмыс жасайды екен. Официант өйткені жаңа әкесі ақша жібермесе, жаңағыда қысым көрсетеді екен, жаңа бұқтап баласынша. Сондай, сосын барып жаңа әкесіне, мамасына, әкесінің кредитін жабуға үлкен баласы ақша жіберіп Тамаша, тұрады. ақылды, саналы бала деп айтайық оны. Одан кейінгі екеуі. Екеуі мектепте оқиды. Қалай Ақыл есі дұрыс.
Мен сіздің болжамыңызбен келіспеймін. Менің бір болжамым психикалық саулығы нашар. Әже жағынан, ата жағынан, әйтеуір бір 3 ұрпақты, 4 ұрпақты зерттеп көру керек. Кім дамымай қалған. Сондықтан бұл дамымай қалған қызды 1-ші сыныпқа, 2-ші сыныпқа деген ол өтірік. Бірінші бұны дамыту керек. Ал сонда оған ешқандай әңгіме керек жоқ. Сөзді түсінбейтін балаға психоанализ болмайды. Психоанализ болғанда ол бала психоанализі. Мысалы, Мелани Кляйн. Ол әңгімелеспеген. Анна Фройд. Ол шәкірттерді саналы, оқымысты балдармен жұмыс істеген, ол әңгімелескен. А Мелани Кляйн осындай ауру балдармен жұмыс істеген. Сондықтан ол жерде әңгіме жоқ, ол жерде ойын ойнау керек. Мысалы, жаңа динамика бар. Мысалы, бірінші мамасының тізесінде алдында отырды, одан кейін мамасы қасында отырды, одан кейін жаңа заттарды көре бастады. Сонымен онымен ойын ойнау керек. Ешқандай сөзсіз ақ ойын ойнап, сонда оның назары қандай, зейіні қандай. Мысалы, кеше мына ойыншықты қорқып алмайтын еді, бір аптадан кейін сол ойыншықты қолына алып жатыр, қорықпай жатыр. Міне ол динамика болады. Кеше екеуміз екі құрсақ алып, аға, іні, әпке, анау, мама, папа бірдеме ойнамайтын еді, бүгін сол ойыншықты алып екеуміз ойнап жатырмыз. Міне онда осы дамығаны. Оған қазір сөз керек жоқ. Одан кейін, білмеймін, сол қалаңызда балалардың оңалту орталығы бар шығар, оны міндетті түрде соған жіберу керек. Ол паспортқа қарамау керек. Ол 2 жасар ма, 3 жасар ма, бәрібір оны дамыту керек. Сонда сондай Түркістан қазір үлкен қала ғой, ол жерде ондайлар бар шығар. Иә, бар. Түсіндіре алдым ба? Түсіндіре алдыңыз. Енді жоспар бар, кішігірім жоспар. Бірақ жұмысты жалғастыру керек, әрине мамасына көмек керек. Ал анамен мен келіспеймін. Қазақстанда өздеріңіз біліп жатсыз, неше сол бүгінгі Мәдинаны алыңызшы. Оны да күйеуі ұрды соқты ғой. Бірақ баласы нормада туылған шығар. Нешеуіңіздің сіздің де күйеулеріңіз ұрып жатыр, соғып жатыр, мұғалім ретінде сіздер куәгер болып жатсыздар. Ол тек күйеуі ұрғаннан, соққаннан баласының есі дамымай қалды, өспей қалды деген енді ол сұрақ белгісі. Сондықтан бұл генетиканы іздеу керек. Сондықтан психологтан алдын ол балапанды медиктерге, дәрігерлерге жіберу керек. Психиатр болса психиатр, участковый психиатрлар тегін қабылдайды ғой, ақша аз болса да тегін баруға болады. Кем анау білмеймін ғой, невропатолог не деген айтқаны шынды айттымады ма, мүмкін мамасы сізге шындықты айтпаған шығар. Бірақ онда тағы да невропатолог қайтадан жіберу керек. Денесі бақыт болып. Көрдіңіз ба? Оның дәрігер неге керек? Мен ойлаймын, нейропсихоанализ оған керек болып тұр. Бір жер істемей тұр ғой. Мысалы, сүйгісі келді, оны сезбейді. Қарны ашты, оны сезбейді. Тоңып қалды ма, ыстықтады ма, оны сезбейді. Сонда оның денесі мен санасының арасында қазір байланыс жоқ болып тұр ғой. Кішкентай баланың өзі шырылдап кетеді ғой. 3 айлық бала ана жөргегі су болып кетсе шырылдап кетеді. Не дегенде ол түсініп жатыр денесін. А бұл өзінің денесін өзі түсінбей жатыр. Сондықтан ол қызға көмектесу үшін мамасымен жұмыс істеңіз. Мысалы, қазір жұмыс істемейтін әкесі тағы да ұрып жүр ма мамасын, ұрмай жүр ма? Ол жұмыс істемейтін, ақша таппайтын әке бұл маманы ұрсып жүрсе, бұл мама ақша тауып жатса, бәрін бағып жатқан мамасы. Онда өзіндік бағасы не болып жатыр? Одан кейін мамасы неге ол? 16-ға дейін ол үлкен адам. Ол енді шырылдаған 6 жасар қыз емес, 16-сында мамасын жоғалтып жатыр. Үлкен адам. Өзін есін біледі, жұмысын біледі, қазір жұмыс істеп жатыр. Сонда неге ол әкесінің үйіне қайтып бару керек екен? Шешесі тірі болғанның өзінде неге ол шешесіне тірі қайтып бару керек екен? Ол қазір жүр ғой, өзімен өзі жұмыс істеп, өзінің балапандарын бағып жүр. А сонда неге ол ажырамас екен? Енді ол сол сұрақ болса. Сондықтан сіз мамадан кінә дегенді алып тастаңыз. Қандай кінә? Ол жәбірленуші, жарайды, күйеуі ұрды, тепті. Не үшін кінәлі екен мамасы? Бейшара деп айтыңыз. Это не вина, это беда. Жарайды. Осы тойғаныңызбен кетерсіз. Бізде бір-ақ минут қалды. Мен сіздерге қорытынды сөз берейін деп едім. Енді кешіріңіздер, сұрақтарға уақыт жоқ. Что вы взяли для себя? Қандай сезіммен келген едіңіздер, қандай сезіммен қайтып барасыздар? Мен айтсам бола ма? Кешіресіз. Біреуден жаңда қол көтерсеңіздерші сонда, айта қойыңыз Қол Маржан. көтердім ғой мен. Көрініп тұрады реакцияда қол көтерсеңіздер. Айта берейін ба? Айтыңыз.
Менің пікірім енді мен маман ретінде өзім біліміме көңілім толмайды, кейбір балаларды келген кезде алдыма келіп қиналамын кәдімгідей. Соған кішкене көмегі тиеді деп мен осы бағытқа келіп жатырмын да. Кейбір балаларға шын мәніндегі мен университетте алған білімім, тәжірибем жетпей қалады. Окей. Сол үшін Бүгін сондай сұрақтарыма жауап табамын деп ойлаймын. Иә. Тағы да бар ма? Қорытынды. апай саламатсыз ба? Иә, реакцияны білмей жатсыз қол көтеруді. Айта қойыңыз, Самсунг. Мен манадан көтермеймін. Саламатсыз апай, Реакцияны басасыз ғой, сонда мен сізді көремін ғой. Жарайды, айта беріңіз. Сізді даусыңызды естіген қуаныштымын. Иә, міне былай қылып көтересіз ғой. Көрдіңіз бе экраннан? Ана не университет оқымай, жаңағы институт оқымай, былай психолог болып көмектесуге бола ма? Мына сіздерден не алып, курс алып өтіп. Иә, көмектесуге неге болмасқа? Мама ретінде жақсы сауатты мама боласыз, көрші ретінде сауатты мама боласыз, әйел ретінде сауатты әйел боласыз. Неге болмайды екен? Иә, ол біздің ол жоғарғы мақсатымыз. Мектептерде нелерді ести алмаймын да, бірақ. Ол дипломыңызға қатысты ғой. Қандай дипломыңыз бар? Онда Зарина мен Назыммен жеке сөйлесіп келістік па? Жақсырақ. Иә, Камила ханым, айта қойыңыз. Сәлеметсіздер ма, Анна ханым? Мен негізі мектепке қатысым жоқ. Бірақ бүгін өте бір ерекше әсер алдым. Әсіресе қазақ тілінде осындай деңгейдегі супервизия өтіп жатыр. Жалпы мен өзім офиста жұмыс жасаймын. Кеңсе, енді офиста. Қосымша біршама жыл болды. Курстар, коучинг, телесная терапия, осы бағытта. Сіз мама боласыз, психологиялық мәдениеті жоғары мама, психологиялық сауаттылығы бар әйел, көрші, қыз, сондай болып кетесіз ғой, сотрудник. Келе беріңіз, біздің әртүрлі вебинарымыз бар, орын сізге табылады. Бүгін өзіңізге пайдалы нәрсе алдым деп тұрсыз. Окей. Раушан ханым. Микрофонды ұмыттыңыз ғой. Анна ханым болады ма? Айта қойыңыз. Барлықтарыңызға рахмет осындай супервизия үшін. Мен жаңа жазып жібердім, даму үшін. Кәрем мырза, неге неңіз қоспайсыз камераңызды? Мен қараңғыда отырмын, оны көрініп тұрса, мен кішкене сәл қараңғыда отқанмын ғой. Кеше де осындай уақытта қараңғыда болып едім. Даму үшін өте жақсы тақырып болды. Аларымыз көп болды. Рахмет сізге көп. Кейстің авторына да тоже рахмет айтқым келеді. Жақсы. Бізге оқуға келіңіз, Кәрем мырза. Иә, Раушан, сонымен аяқтайық. Мен жаңа Серікбол дейтін бала туралы ойымды ортаға салдым. Атын айтпай қойыңыз балдардың, құпиялық. Аты ауыстырылып тұр, иә. Соған жақсы кеңестер алдым. Супервизияға жазып жатырсыз, ол да мен үшін бір үлкен көмек болайын деп тұр. Сондықтан жүгімнің жартысы жеңілдегендей сезімде болдым. Окей. Ал енді тоймай қалдым дегендеріңіз араларыңызда бар шығар. Бар болса, біз былай қылайық. Мен жаңағы айтқан, тағы да сұрақтарыңыз бар. Ол кезде енді запись болмайды, не дегенде сіздер ақша төлеп жатсыздар. Ал қазір тегін болғандықтан мен бұны пайдаланып, YouTube-қа шығарып, басқа мұғалімдер, басқа психологтар мектептегі білсін супервизияның пайдасын деп. Бірақ кейбіреулеріңіз жоқ десеңіз, онда менің көмекшілеріме жазып жіберіңіз, сіздердің беттеріңізді жауып қояды да, бірақ сөзіңіз қала береді. Сондықтан қазір тоймай қалды, маған тағы да керек дегеніңіз жарты сағат алайық. 20:30-да менде супервизия басталу керек өзі график бойынша. Сонымен Заринаның ба, Назымның ба телефонын алыңыздар да 5000 теңгеден төлеңіз. 5000 теңгеден төлесеңіз, онда ар жағына сол ақылы супервизияны тереңдетіп, енді о жерде мынандай 80 адам болмайтын шығар, одан аз болатын шығар, әңгімені жалғастырып кетейік. Куй железо, пока горячо. Келістік па? Жақсы, сау, саламат болыңыздар. Рахмет, сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз. Назым, Зарина жазып жіберіңіздер ма чаттарда? Осы жерде. Мен өшірмей тұрайын. Маған жазыңыздар. Телефон жазып жіберіңіздер. Мүмкін біреуінің кейстеріңіз бар болса, тағы да, онда, мысалы, Тамара, сіздің коллективіңіз, сіздің адамдарыңыз келетін болса, Тамара ханым, соларға сөз берейік. Болмасам, Назымның протоколын ашып, дәлме-дәл сөзбе-сөз, соны зерттейік. Назира ханым, сіз үндемей отырсыз, сіздің де бар шығар тәжірибеңіз. Ойланыңыз. Назым, Зарина жазыңыз телефондарды, онда мен өшіре берейін, иә? Жақсы, бәліңіз сау саламат болыңыздар.